Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды құйып, ішіне ашытқы, қант, тұзымызды салып араластырып аламыз. Сұйық массамызға бөліп ұнымызды қосып аламыз. Алдымен қасықтың көмегімен араластырып, артынан қолымызбен қамыр илейміз. Енді оның үстіне сұйық май құйып, тағы да қамырымызды илеп алып, бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырымыз көтерілгеннен кейін, оны противеніміздің астына ұнтақ жармасын сеуіп, видеодағыдай орналастырамыз. Шетін баспаймыз, қыздар. Мінекей қамырымызды орналастырып болдық. Енді оның ортасына кетчуп жағамыз. Және оның үстіне қызанақты ыңғайыңызбен орналастырыңыз. Одан соң шұжығымызды да дәл солай салып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 20 минутқа қойып аламыз. Жартылай пісіріп алған пиццамыздың үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз. Және оны тағы да 10 минутқа пешімізге қойып аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шығады, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.